Barchangizga salom do'stlar. Bugungi videoda biz palov жасайтын bolamыз. Әр адамды еті де жұмсақ болып піседі. Видеоны каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен заттарымызды дайындап аламыз. Екі сәбізімізді алдын ала турап алдым. Және бір жуал, бір қызанақ, немесе томат қолдансаңыздар болады. Және 2 чеснок. Етімізді, сүйектерімізді өстіп турап бөліп аламыз. Етімізді турап болғаннан кейін жуамызды жақсылап турап аламыз. Мен видео ұзақ болмас үшін сәбізді алдын ала турап алдым. 2 сәбізден де көп қоссаңыздар деп болады. Мен сәбізді көп қосқанда ұнатпаймын. Одан кейін қызанағымызды жақсылап турап аламыз. Өстіп заттарымыздың бәрін турап дайындап аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, әбден қыздырамыз. Етімізді сосын қуырып аламыз жақсылап. Етімізді қызартып қуырып аламыз. Қызып тұрған отта етімізді араластырып отырып қуырып аламыз.
Бетін жауып 1-2 минут қуырып алғаннан кейін жуа чеснок помидорымызды салып тағы қуырып аламыз. Осылай крышкасын жауып, араластырып, әбден еті қызарып піскенше дейін қуырамыз. Сол кезде еттің дәмі де әдемі болады, және де ет те жұмсақ болады бір жағынан. Болғаннан кейін үстіне су құйып 10 минуттай қайнатамыз. Қайнап жатқан кезде үстіне сәбізімізді салып жібереміз. Осылай қайнатып аламыз. Енді үстіне күрішімізді салып, үстіне су құямыз. Бетінен асып тұратындай. Тек күріштің бетінен аздап асып тұрса болады. Ондай қатты көп құятын қажеті жоқ. Орташа отқа қойып, тағы қайнатамыз. Осылай видеодағыдай аударып шығамыз. Видеода көрсетілгендей істеп шығамыз. Бетін тегістеп болғаннан кейін ортасынан осылай қасықпен
кесіп шығамыз. Ең жай отта бұқтырып аламыз. Біздің палауымыз пісіп қалды. Енді мен рецептімен жасап көріңіздер. Еті де жұмсақ болып, палауыңыз дәмді болады. Егер де менің видеоларым ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.